Өзіңді аш оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп, алты алаштың қамын жеген асыл арыстарымыздың бірі Міржақып Дулатұлының қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор. Оның 1910 жылы жарық көрген Бақытсыз Жамал романы прозалық үлгіде жазылған алғашқы романдардың бірі. Бақытсыз Жамал романы сол жылдардағы халықтың тұрмыс тіршілігін, әйел теңсіздігін, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік проблемаларды көтерген алғашқы роман болып табылады. Шығармада Жамал ғашық болған Ғали, яғни өте мәдениетті, сыпайы, оқыған кейіпкер ретінде бейнеленеді. Ал шығармада қалған оның әкесі Сәрсенбай, Байжанбай, оның ұлы Жұман, үлкен шешесі Қаламбыр көбінесе ескі заманның адамдары ретінде, сонымен қатар адамгершіліктен гөрі байлықты, мақтаншақтықты жақсы көретін адамдар ретінде бейнеленеді. Міржақып Дулатұлы Бақытсыз Жамал романы арқылы қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, махаббат трагедиясын бейнелеп қана қоймай, сол кезеңдегі әлеуметтік проблемаларды басты тақырып етіп алды. Соның бірі жаңа айтып өткендей, әйел теңсіздігі. Міржақып Дулатұлы осы Бақытсыз Жамал романын ұсына отыра, әйел теңсіздігінің, яғни әйел құқығының тең болуына арқау болды. Бақытсыз Жамал романы қазіргі таңда қазақ әдебиетінде із салған көркем романдардың бірі болып саналады. Шығарма желісі көптеген оқиғаларды байланыстыра отыра, соңы махаббат трагедиясы, яғни Жамалдың өзінің сүйгеніне қосыла алмай мерт болумен аяқталады.